Алдында айтып өткеніміздей, өзін алға Қарақалпақстан лидері деп таныстырып жүрген табиаттың қатесі Аман Сағидуллаевтың қылмысларына тоқталып өтпекшімін. Мен бұл іске милли натыншылығымызды келтіріп шығаруға ұрынып жүрген кімсенің ғаризли ниетлерінен халқымызды асырап қалу мақсатында қол ұрмақтаман. Осы кімсенің хақиқи жүзін ашу арқылы барша жерлестерімізді аз ғана болса да намыссыз инсанның қаупінен сергек тарттыруға әрекет етпектемін. Бүгін табиаттың осы қатесінің өз нәпсі жолында әмелге асырған инсан затына туры келмейтұғын тек қана бір қылмысы хақында айтып өтпекшімін. Аман Сағидуллаев, анығырағы Аман Шортик, оның лақабы сондай. Бұл хақында мағлұматларды кейінгі роликларымызда естесіз. Қарақалпақстан Республикасы басшысының сеніміне кіріп, бір уақыттың өзінде Нөкіс районы хакімі hamda Qoraqalpaqston Respublikasi MTP басшылығы лауазымында істеген. Басшылықтан һәм пуллары көплігінен басы айланған Аман Шортик өз нәпсін қандыру мақсатында еш нәрседен қайтпас еді. Бұл жолда ол ең пәскеш істерге де қол ұрған. 2005 жыл Аман Шортиктан жәрдем сұрап келген жиені 1987 жылы туылған Айтмұратова Ділназа сол уақытта Нөкіс қаласы 3-ші салы медициналық колледжінің хамширалық бағдарында бірінші курс студент еді. Өзінен 20 жас кішкене болған қыздың әзілдігінен пайдаланған Аман оған беймінет жәрдем сипатында пұл беріп, істе ақырлық пенен сеніміне кіре бастады. Уақытлар өтуіменен оған алтын тақыншақтарды сауға қылуға өтті. Таң қаларлық жері қыз бейгана емес, ал өз өмірлік жолдасы Тоқтагүлдің сіңлісі еді. Сол тәрізде Аман әр күні Ділназа достары менен Нөкіс қаласының Алайыр Досымзаров көшесі 3-ші үйдің ижарада тұрған ханаданына тез-тез келіп тұрды, өзіне тұрақлы әдет қылып алды. Бара-бара студент қыздың хәмледар болуына себепші болды. Өз айыбын жасыру мақсатында Аман қызға қымбат бағалы жүзік сауға етіп, айыпты кімнің мойнына аудару керек екендігі бойынша жынайы көрсетпелер берді. Бейшара қыз не қылуды білмей, үйіндегілерге Мақсет ісімлі абыройлы шаңарақ перзентінен хәмледар болып қалғанлығы хақында жаланы ойлап тапты. Ақыр ақыбетінде екі айыпсыз шаңарақ бұл нәпсі аш Шортиктің зұғымына қалып бүткіл ауылға шерменде болды. Бұл сарсалыққа нұқта қою мақсатында екі шаңарақ хәмлені Қожелі районындағы судмед экспертиза орайында тексеруге келісті. Һәм эксперт жұмағы шыққаннан соң хақиқат жүзеге шықты. Егер сол уақытта Шамана районы әскери бөлімінде істеген әскери қызметші Пердебай аға осы масқарашылықтан хабар тапқанда Аман Шортикті өз қолдарымен буып өлтіруі анық еді. Бүгін басына милли тақия киіп алып, бәршеге уаз оқып отырған Аман бір уақытлары өзінің нәпсі ізінен бір жас қыздың һәм дүнияға келместен жоқ қылынған хәмленің өміріне зауал болғанлығынан жақындарының хабары бар әлбетте. Бұлар кемлік қылғандай бүгінгі күнде үш перзенттің өміріне зауал болып атырғанлығын түсініп тұрған болса да, өзінің қыңғыр істерін дауам ettіріп атырғанлығы аты жоқ кеселікке шалынғанлығын дәлелдемекте. Өз нәпсі жолында өмірлік жолдасының сіңлісі намысына тиюден қайтпаған Аман Шортиктен және не күту мүмкін? Сонша қылмысларды қылған Аман бүгінгі күнде есейіп қалған ұллары Маман би, Айдос би, һәмде 15 жасқа толған қызы Гүлайымның жүзіне қарауға ұялу деген сезімге еме деген еріксіз сұрау туылады. Ал оның өмірлік жолдасы бұл масқарашылықты перзентлеріне қалай түсіндіреді екен? Әлбетте бұл хақиқаттың жүзеге шыққанлығын естіткен Аман өзін мың бір түске салып, интернетте өзін ақлауға әрекет қылуы табиғи. Өзіңді ақлауға әрекет қылудан көре, сен бірінші кезекте Пердебай аға һәмде бұл істен хабары бар бәрше жақындарыңнан кешірім сұра. Бүгін сіздерге отан гидейі Аманның өтмеште қылған істерінің бір тамшысын ғана ашкар еттім. Кейінгі видеороликлерде оның хақиқи жүзін толық ашып бере алатұғын хақиқатларды жайластырамын. Аман сияқлы құрт-жабақларды өзлерінің тоқыған торына таслау бізді ел азаматлары үшін еш нәрсе емес.